Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сазан балығының икрасынан осындай керемет котлеттер әзірлейтін боламыз. Достар, каналда әлі де керемет рецепттер пайда болады. Осы рецепттерді жіберіп алмаш үшін подписаться кнопкасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Котлеттерді жасау үшін бізге үккіш бір шанышқы қажет. Менде мұнда 1 килограмм икра бар. Осы икрамызды ең бірінші осы қабығы алынылмаған күйінде әбден 4-5 қайтара жуып аламыз. Одан соң барып қабықтарынан осылай тазартуға көшеміз. Дәл видеодағыдай қабықтарын үккіштен айналдыра отыра тазалап, бөлек ыдысқа, сыртқы қабықтарын бөлек ыдысқа салып тазартып аламыз. Дәл осылай істесеңіздер, сіздердің икраларыңыз өте таза болып шығады. Мен бірнеше әдісті қолданып көрдім. Ең қолайлы әдісі осылай үккіштен өткізген. Осы әдісті мен көптен бері қолданамын. Енді шанышқымызды алып, видеодағыдай айналдырып, бірнеше рет қайталаймыз. Сол кезде кішкене қабықшаларын алып шығады. Енді керемет котлеттерімізді әзірлейміз. Толық рецептісін видеоның астындағы описаниядан қараңыздар. Осы қоймалжың массамызға 1 тұқым жұмыртқа, ұсақ-ұсақ етіп туралған немесе блендерден өткізген 1 пияз саламыз. Пиязды турасаңыз өте кішкене етіп тураңыздар. Одан соң 1 шай қасық тұз салып, 3 ас қасық ұнның үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, електен өткіземіз. Дәл осылай електен өткізіп алған соң, вилкамызбен жақсылап араластырып, қоймалжың масса жасаймыз. Дәл осылай видеодағыдай жақсылап араластырып алыңыздар. Ұнымыз біркелкі болып аралассын. Енді табамыздың үстіне күнбағыс майын құйып, қыздырып, орташа отта үстіне массамызды қасықтап құйып, осылай пісіріп аламыз. Бір жағын 2-3 минут пісіріп, келесі жағына аударамыз. Дәл осылай 2-3 минут пісіреміз екінші жағында. Біздің икраларымыз дәмді, әрі нәрлі болып шығады. Дәл осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Каналымда тағы да керемет рецепттер салатын боламын. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мінекей, осындай әдемі, дәмі тіл үйіретін котлеттер әзір болды. Майонезге сарымсақты ұсақ етіп турап, соус етіп икрамды ұсындым. Астарыңыз дәмді болсын.